Құрметті сот, сотқа қатысушылар. Мен қорғаушы Сарманова Баян, күдікті Сакиев Равильдің мүддесінде. Айыптау актісінде Сакиев Равиль Магометұлына 293 баптың 3 бөлігінде, 24 баптың 3 бөлігі, 99 баптың 2 бөлігі 7-9 тармақтарында көрсетілген қылмысты жасады деп айып тағылуда. Осы қылмысты жасады деп айып тағылуда 0-10 ай 03-4-не қараған түнге кішкене көзімді шалып айта өтсем деймін. Сол күні 3-нен 4-не қараған күні Талғар қаласында орналасқан Эйфория кафесында Ильясов пен Сакиев екеуі кездесіп, сол жерде отырып, Дана мен Жақсыкелді мен Нұрбековаға хабарласады. Төртеуі болып, сол жерде өзара демалып отырады. Сол кезде Ильясов Нұрқияз Сакиевтің телефонымен Тоқтаубаев Азаматқа видео арқылы хабарласады. Тоқтаубаев Азаматқа хабарласқанда Тоқтаубаев Азамат Белғожаев Шыңғыс пен Рысқұлов ауылында екеуі отырады. Содан бұлар шақырады, бізге кел, біз осында демалып отырмыз деп. Содан жарты сағаттың ішінде екеуі Эйфория кафесіне келеді. Ол арада ол жерге Шынасыл Абзалда келеді. Сөйтіп бұлар өзара топтасып, өздері демалып отырады. Сол кезде Тоқтаубаев Нұрбол Ысқақ Думанмен келіп кетіп жүреді. Оны Сакиев Равиль байқамайды, би алаңына кетіп отырып жүреді. Содан уақыт келе 12 болар шамасында кафе жабылайын дейді. Сонда Сакиев Равиль Нұрбекова Ильмирамен бірге келіп, кассаға келіп, төлем шотын төлеп шығады. Сол кезде Мерседес автокөлігіне балалар жиналып топтасып тұрады. Осы жерде отырған Шынасыл, Ильясов және де Тоқтаубаев, Белғожаев төртеуі бірігіп, уже Нұрбол звондағанын звонокқа уже өзара шешіп сөз байланысып тұрады. Оны ешкім, ешқайсы Сакиев Равильге айтпай, қалай айтады қазақша, айтпай, сол машинеге отырып, бәрі Талғар қаласындағы Қамажай дүкеніне келеді. Ол дүкенге келгенде Сакиев Равиль ойлайды, Нұрқияс түсіп магазиннен бір заттар ішімдік па, бір зат алайын деп ойлаған шығар деп. Түскен кезде бұрыннан 2017 жылдан бастап сырттай танитын Ғайыпбаев Нұрғанатты кездестіреді. Ол жерге түскен кезде уже бір топ бала тұрады, 7-8 шамасында топтасқан балалар тұрады. Сол кезде Нұрғанатты танып, Нұрғанатпен саламдасады. Сәлемдесіп, видеода да бар барлығы. Нұрғанат екеуі шетке шығып кетіп сөйлеседі. Нұрғанат айтады, мына баланы танисың ба? Менің братишкам мына баланы ұрып жіберді дейді. Сакиев айтады, жоқ, мен о баланы мүлде танымаймын, көрген емеспін. Бірақ Нұрболды танимын, сырттай араласамын дейді. Сол кезде Сакиев Ғайыпбаевқа, мен өз балаларымды алып кетемін, мына істің бәрін тоқтатайық, осылай қалсын деп тұрған кезде, мына жақта топтасып тұрған жігіттердің өзара қатты байланысып кеткенін байқамайды, бірақ сол кезде Ғайыпбаев көріп қойып, соларға қарай жүгіреді. Соларға қарай жүгіріп кетеді. Сол арада Нұрбекова Сакиевті ұстап, қойыңызшы, мына жерде соғысайын деп жатыр деп, ары қарай итеріп, магазиннің сыртына алып кетеді. Барып 2-3 минут тұрғаны сол арасында мылтықтың атылған дауысын естиді. Содан бұл шыдамай балаларда өзімен келген, бірге жүрген балаларын бұрыннан білгеннен кейін мылтық жоқ қой деп жүгіріп шығып, шалынып жолға жалтқан бутылканы алады да, сол жақ бетіне Қамажай дүкенінің қарай лақтырады. Сол жерде адамдар уже топтасып, төбелесіп жатады. Барып сол жаққа қарай лақтырады, ол ешкімге тиеді ма, тимейді ма белгісіз. Ол жерде бейнетаспа түсірілмейді. Барып қараса, екінші рет уже мылтық атылады, қараса Нұрғанаттың қолында мылтық тұрады. Ол барып жүгіріп Нұрғанатқа мылтыққа жабысқан кезде Нұрғанат күш бермей, бұны итеріп жібереді. Бұл Сакиев барады да құлайды арыққа. Содан жатып тұрып, аяғын қаққанша балалар жоғары қарай уже кетіп бара жатады. Бұл бейне таспада фото тех сараптамасында да көрсетіліп тұр. 5-ші болып барады Сакиев сол жерге. Барған кезде уже Нұрқияс пен Абзал ұрып жатады. Нұрғанатты. Уже Ильясовтың қолында мылтық болады. Бұл барады да екеуін ажыратады, фототехта да көрсетіліп тұр. Екеуін ажыратады да жаңағы Залық пен Нұрғанат бұның сөзіне кірмегені үшін балаларымды алып кетем деп тоқтамай, өз-өзін шыдамай барып анаяққа кірісіп кеткен үшін Залықпен барып Нұрғанаттың желке тұсынан 2 рет тебеді. Теуіп болып, бірінші болып
фототехтада жазылған, бірінші болып барып машинеге мінеді. Содан артынан барлық топтасып жүгіріп кеп машинеге отырады кабанға. Кабанға отырып сол арада кеттік деп бәрі кетіп қалады. Сонымен бұлар жолда келатып, 3 семерки магазиніне тоқтайды. Сакеев машинеден түспейді. Кім не істегенін, қай жерге кіріп, магазинне не сатып алғанын білмейді. Бір уақытта қайтадан сол машинемен жоғары өзіміздің ауылға Тұрар Рысқұловта биатлон деген жаққа тауға қарай бұлар бет алады. Артынан тағы да Land Cruiser машинесінде уже балалар екіге бөлініп, сол жаққа қарай шығып келе жатады. Ол сол жерге барып тоқтағанда, ана кезден бастап бәр жерде айтып жатыр, менің анам звондап мені деген іздеп жатыр деді. Мен сағат 1:30 шамасында түнде ұйықтап жатқан кезде маған Ильяс Нұрқиястың мамасы қоңырау шалады WhatsApp желісімен. Баян, Равиль мен Нұрқиясты көрдің ба дейді. Мен айтам, жоқ, бағана Нұрқияс екеуі кетті ғой деймін. Сосын ол айтады, жыламсырап тұрған даусы болады. Мен айтам, не болып қалды десем, біздің үйге Мади деген опер келді, Нұрқияс біреуді пышақтап кетіпті деп айтты деді. Сонымен мен ойбай деп қалдым да, балама звондай бердім, жарты сағат сайын желісінен не жібердім, голосовой сообщение да жібердім. Балам, қайдасын, сені осылай іздеп жатыр екен ғой, айт, шындығыңды не істедің деп, сразу өзім 2-10 минут қалған уақытта машинеге отырып жоғары қарай бет алдым. Жоғары қарай бет алдым да Нұрқиястың үйіне келдім. Сол сәтте Ақмаралды мамасын отырғызып алып, былай қарай мектеп жаққа жүрдік. Мектеп жаққа жүрсек, уже гаишниктер, менттің машинелері бәрі уже нелерін қосып, дабылдарын уже біздің ауылда жүр екен. Біз бір мынандай тупиковый улицаға артынан барған кезде қарасақ, машине тоқтап тұр екен. Бір гольф машинесі тұр. Оның қасында бетінен қан аққан бала тұр. Мен ол кезде танымаймын, ол бала Аскентай Дархан екен. Соны көреміз да, жаңа жерден сұрайым, балалардан сұрайым, не болды деп. Сосын олар айтады, осындай іс болды, қазір Талғарда бір бала өліп кетті. Осы балаларды біз іздестіріп жүрміз дейді. Сол жерде балалар айтады, сұрайым балалардан, Равиль барма десем, я Тати Равиль ішінде бар, оларды полиция қызметкерлері ұстап, роводыға алып кетті дейді. Содан арғарай бұл жаңаға бізде барамыз, сол жерде ушу болатады, роводың алдында барлықтар жүреді. Сол жерде тұрғанымызда, мен есімде бар, сағат 4 шамасы мекен, Шыңғыс пен Нұрқиясты немен наручникпен алып шығады, машинеге отырғызып, бір жаққа әкетеді. Сол, наверное, мылтықты бір неңкеге қазір ойлаймын, өзім соны көрсетіп, келуге алып бара жатты ма деп. Сол кезде енді осыны естідік, болған оқиғаны. Сондан хабарласамадым баламнан, сол ана күннен бері айтып жатқанын мен дәлелдеп кетейін деген, сонда Шыңғыс, неге Шыңғыспен тіресіп қалды. Мен звондай берем, бұған бұл трубканы алып енді сөйлесейін десе, Шыңғыс сен кіммен сөйлесіп атсың деп, бұған секрет. Бұл айтады, мен анаммен сөйлесіп жатырмын, анам маған звондап жатыр, ары тұр дейді. Бірақ Шыңғыстың сол кезде сондай істейтін, енді қандай да бір не болды ма ішінде ма, эмоция ма, неге беріліп кеткен, оған ешкім нәрсе айта алмайды, біз болмадық. Сол кезде Равильге Құрман деген бұрыннан таныс бала, сол Талғарда тұратын, бұған хабарлайды екен. Хабарласады. Нұрқиясты көрдің ба деп. Бұл айтады, жоқ деп айтады. Не болды деп әдейі сұрайды. Сонда айтады, Талғарда өстіп, атыс соғыс болыпты, бір бала қайтыс болып кетіпті дейді. Бірақ жасын еш нәрсесін айтпайды. Содан Равиль деген айтады, өзі бірінші болып, шын көңілі ниетімен балаларға айтады, ей, кім не істедіңдер, бала қайтыс болып кетіпті, бұл қалай болды, қандай жағдай болды, кімде не болдыңдар, жаңағы мылтық олардан болды, или мылтық тиіп кетті ма дейді. Сол арада екінші келатқан көлік сол жерге уже жетеді. Ол Land Cruiser жаңағы. Оның ішінде Нұрқияс, Абзал, 2 қыз, 2 анау танымайтын балалар отырады, Арлан Қазыкеновтар. Сөйтіп бұл жерге келеді, сол кезде де Сакеев айтады, жүріңдер барып өзіміз полиция қызметкерлеріне айтайық, өзіміз барып бірінші болып істеген ісімізді айтайық, мейлі сотталсақ сотталып кетейік деген сөзі де бар, жазбасы да бар, оны бәріміз естідік. Адам өзінің шын көңілімен барып бірінші болып айту, ол да мойындаған істі білдіреді. Содан уже сол кезде бұларды ұстап арғарай алып кетеді. Енді істің мән жайыне осы арада тергеп өңшең айғақтарды дәлелдемесін қарап отырсақ, 24-10 айда Аскентаймен бірінші Бишімбиеваның сұрақ беттестіруі болады. Ол кезде Бишімбиева Гүлбара ханым айтады, Нұрғанатқа пышақты жамбасына Нұрқияс салды дейді.
Екінші баламен беттестіруде тағы басқа баланың айтады. Сөйтіп 3-4 беттестіруде әр баланың атын айтып, өзінің берген жауаптарына өзі қарама-қайшылық сын көзбен қарайтын күмәнді тудырады. Гайыпбаев Нұрғанатпен өзімен 26 күні 10 қазанда Гайыпбаев пен Сакеевтің беттестіруі болады. Сол кезде беттестіру барысында тыныш жақсы өтіп келе жатқан кезде тергеуші Сакеевқа сұрақ қояды. Мылтықты көрдің бе сол жерде? Мылтық атылғанын естідің бе? Кімнің қолынан көрдің деген кезде Сакеев айтады: "Я, мен көрдім Нұрғанаттың қолынан, Нұрғанатты бұрыннан танимын, Нұрғанат атты" дейді. Сол кезде Нұрғанат отырып өзінен өзі атылып: "Сен маған екі рет пышақ салғансың, абзал екеуің" деп өзі білмеймін мен қандай мақсатта, қорғауда ма жоқ неде атылып Сакеевқа қарай жала жабады. Ал бірінші күні ұстаған күні, 3-4 қараған күні, 5 қазанда кешке жақын бұл балаларды сол орнына, оқиға орнына барып көрсетуді сұрап, сол жерде барады. Сол кезде Шынасыл абзал өзі бірінші күні ешкімнің қысымсыз, ешкімнің еш нәрсесі өзі сол жерде бейне таспаға түсірілген жауабында көрсетіп нақтылап айтылады. Осы жерде былай ұрғанбыз, былай келдім мен деген. Сол кезде мына жаққа қарай сүйреп кеткен Нұрғанат қарасам жатыр екен, ішімен шалбары түсіп жатады. Сол кезде мен деген бұрыннан бері осы сақалды бала маған қарай оқты атқанның себебіне қарай мен осы балаға жатқанын көріп, штаны түсіп атқан қалтамдағы, төс қалтамдағы пышақты алып, соны ұшымен ғана бүйтіп 3 рет сұққы жасап қорқыту несінде өзі нақты жауабында айтады: денсаулыққа маңызды жарақат әкелмейтін біліп, өзім сол жерге салдым деп өзі дәлелдеп өз сөзінде айтылады. Осыны естіп, осындай дәлелдің барлығын бала мойнына алып тұрса да, тергеу барысында тергеуші қандай дәлелге сүйеніп, сондай екі адамның болжап айтқан жауабына беттестіруде Сакеев Равильді сыбайлас деп, бірге қасақана өлтіру Гайыпбаевқа деп 99 баптың 2 тармағы 7-9 тармақтарымен жала жабады. Сонда адам өзін істегенін қолымен мойындап тұрған өзінде де заң сонда сенбейді адамға. Сонда ондай заң бап деген бар ма? Біреу мойындап тұрса, екіншісін бірге қоса алып кететін, сол әлі маған түсініксіз болып тұр. Бала бірінші айтқан күннен бастап жауабында Шынасыл сол жауапта до конца тұрады. Жаңағы енді Бишімбееваның оны айтқан себебі Гайыпбаев шығады да коридорға. Айтады Нұрымов пен Бишімбееваға: "Равильді айтыңдар, Равиль салды маған" дейді. Мен оны өз құлағыммен естимін. Әрине біреу саған айт деп тұрса, кім болса да айтады. Осындайды салды деп. Бір шетінен ол кісіні де түсінем мен. Ол ана. Бірақ сол түні именно ол кісі баласын өзі қорғаштап жатқан кезде ол кімнің не істеп атқан іс-әрекетін мен ойлаймын ол кісі байқаған жоқ. Өйткені ол кісі өзі сол жерде жүрді, баласын қорғаштап жүрді, өзі сондай қобалжуда болды. Қай бала не істеп не қылған ол кісі көрген жоқ. Бәрі ұрды, бәрі жабылды осы балаларды деді. Бәрінің қолында пышақ болды деді. Ол іспен дәлелденбеген пышақтар. Бұл жерде біз білетініміз, бүкіл видео таспасында да көргеніміз, пышақ тек қана Шыңғыс пен Абзалда ғана болған. Енді бәрінде қолында пышақ болып, бәрі жабылып ұрып жатса, марқұм Шерзаттың іш нәрсесі денесінен бір сау тамтығы қамайтын шығар деп ойлаймын. Бұл орын толмас, әрине ата-анаға өте үлкен қайғы. Тағы да кешірім сұраймын, ең бірінші анасынан. Осындай балаларымыз қызушылықпен білмей ол жерге барып осындай оқиға орын алатын ешкім білген жоқ. Әрине қиын. Ешбір ананы ешқашан бұндай іспен баламен сынамасын деймін. Бұндай оқиға өте ауыр. Әлі де айтамыз, бірақ сондай енді болды, туындады. Енді ол қазақша айтып, жалпақ тілмен айтқанда баланың ажалы келді. Бұл балалардың азабы кеп тұр. Енді сол менің балам 2 рет барып аяқпен тепкені үшін, сонда 15 жылдан мемлекеттік айыптаушының сұрауы бойынша 2 тепкен үшін барып 15 жыл арқалап кету керек па? Сонда жаңа Қазақстан қайда?
Сонда біздің болашағымыз қайда? Қаржаубай мырза өзі сотта айтқан. Жаңа Қазақстан, бәрін тілеймін, бұл балалардың ешқайсысын ештеңке жала жаппаймын. Әркім өзінің істеген ісін мойнына алсын деді. Бұл балалардың бәрі істеген істерін әркім өз мойнына алып отыр. Қазіргі таңда енді 2 ай тергеліп тексерген сот барысында әркімнің болса да көзі жетті деп ойлаймын. Және де Қаржаубай мырза өзі сотта берген жауабында жігітше тұрып әркім өзінің істеген мойнына алсын деп өзі айтты. Мен өзім нақты сұрақ қойғанда Сакеев Равиль қолында пышақ болды ма дегенде жоқ, болған жоқ деді. Іс әрекетін айтып беріңізші, не істеді дегенде мен байқамадым деді. Бір рет бутылкамен лақтырғанын ғана көрдім деді. Ол нені білдіреді, өйткені ол жаңағы беттестіру барында сол енді Залықпен Нұрғанаттың айтқан сөзіне еріп беттестіруде Сакеев деп пышақ салды деп айтқанын жоққа өзі дәлелдеп көрсетіп берді. Ал Кадирова ханым болса, ол кісі де айтады барлық жерде. Көрген жоқпын, осы сотта да айтқаны сол, Нұрғанаттың айтып кеткені ол әңгімесі Абзалмен Равиль салды деп дейді. Енді біреудің болжамымен айтқап, анау айтып кетті, мынау айтып кетті деп үйтіп бәріне жала жауап берсек, мен білмеймін бұл кімге сенеміз. Сол себепті құрметті сот, сізден өтініп сұрарым. Қазақстан Республикасының 293 баптың 2-ші бөлігімен, 2-ші тармағымен, немесе 3-ші тармағымен менің Сакеев Равиль баламды істеген ісіне қарап жазасын беруіңізді сұраймын. Және де 99-ші баптың 2-ші бөлігімен 7-9-ші тармақтарымен айыпталған айыпты алып тастауыңызды өтінемін. Өйткені бұл ешқандай дәлелі жоқ, дәлелсіз, тек қана болжаммен жала жауып отырған айып деп сенемін. Бала мойнына алып отыр бірінші күннен бастап істеген. Өзі жоққа шығарған жоқ. Оны өзі Мамедованың түсірген бейне таспасында, айфонында, ол видеоның өзі бар жоқ 38 секунд. Ол екеуі сыбайласып болып сонда бір пышаққа таласып, мен салдым ғой бір рет, енді сен салайын деген, ол ешқандай ойға да кіріп шықпайтын әңгіме деп ойлаймын. Тергеу кезінде де барысында мен де тергеушіге айттым. Неге сен ондай болса, қарама-қайшылық туса, Сакеевпен Шынасылды беттестірмейсің? Осы жерде жазылған Аскентай, Қалиахмет, Нұрбол, өзінің сыбайластары Белғожаев, Ильясов, жаңағы Сакеевтің қолдарынан пышақ көрген дейді. Оны да айттым, неге көрсеген болса, неге очный ставка жасап беттестірмейсің дедім. Сөйтсем, это біздің тактика, біз солай жазуымыз керек деді. Үйтіп жазып, қырғындай тиген осы жас балаларды темір тордың ар жағына жібере беретін. Мен білмеймін тергеушінің қандай заңы бар екен. Сол бір шиша пиваның, сыраның кесірінен, қазір былай қарап отырсақ, сол 500 теңгені салдың, салмадың деп отырған 16 жастағы баланың өмірін алды. Және мына 9 осы отырған баланың қазір тағдыры шешілуде бізде. Әркімнің баласы өзіне. Есіктің алдындағы үріп тұрған итіңізді біреу жаман десе, адамның іші күйіп, өзіңізге намыс аласыз. Жарайды, сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ болмайды. Біздің балалар сүрініп кетіпті бір жерде. Бірақ олар оны ойламады осылай болатындарын, осындай істейтіндерін. Бұның өзі де азап деп біз білеміз қазақша, жалпақ тілде айтқан кезде. Ол жерге, ол түні, не только стол, Шерзат марқұм міне ажалы кеп тұр ғой. Ол кезде мына 9 бала болсын, тағы да бір өлім шықса, біреуін ажалмен қауышса, ол жерде де болуы мүмкін еді. Біз бәріміз ажалмен қауышамыз. Ажал болмаса ата-бабамыз, туған туысымыз қайда кетеді? Сол үшін сұрарым сізден, құрметті сот, жабылған, мынау жала жабылған айыпты менің ұлымнан, Сакеев Равильдан алып тастауыңызды өтінемін. Осы сотта 2 ай тергеп тексеріліп қаралған бейне таспалар, соттаушылардың, жәбірленушілердің сөздеріне келіп бәрін тергеп тексерген қарағанда айыбы жоқ деп мен сенімдім. Назарларыңызға рахмет. Отыра беріңіз. Сот бүгінге үзіліс жариялайды. Сот отырысы ертең сағат 10-да жалғастырылатын болады.